Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы математика пәні 40-шы сабақ. 6 санын қосу және азайту. Оқу мақсаты бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу, кестесін құру, білу және қолдану. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін, нөлдік қасиетін қолдану. Сабақтың мақсаты 6 санын қосуды және азайтуды орындап үйренесіз. Оқулықтағы бірінші тапсырма тақтамен жұмыс. 1 мен 6-ның қосындысы 7-ге тең, 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең, 3 мен 6-ның қосындысы 9-ға тең, 4 мен 6-ның қосындысы 10-ға тең. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 6 мен 1-дің қосындысы 7, 6 мен 2-ның қосындысы 8, 6 мен 3-дің қосындысы 9, 6 мен 4-дің қосындысы 10-ға тең. 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең, 8 мен 6-ның айырмасы 2-ге тең, 9 мен 6-ның айырмасы 3-ге тең, 10 мен 6-ның айырмасы 4-ге тең. Тақтамен жұмыс. Тақтада сандар берілген. 10 санының құрамы. Орын ауыстырғанда 4 пен 6-ның қосындысы. 9 санының құрамы 6 мен 3-дің және 3 пен 6-ның қосындысы. 8, 6 мен 2-ның, 2 мен 6-ның қосындысы. 7 санының құрамы 6 мен 1-дің қосындысы, 1 мен 6-ның қосындысы. Өз бетімен жұмыс. Сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр. 8 санының құрамы 6-ға неше қосқанда 8 болады? 2 қосқанда 8 шығады. 8-ден 6-ны азайтамыз, 2 қалады. 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 қалады. 7 санының құрамы 6-ға 1 қосқанда 7 болады. Өрнек құрайық. 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең. 7 мен 1-дің айырмасы 6-ға тең. 9 санының құрамы 6 мен 3-дің қосындысы 9-ға тең, 9 мен 3-дің айырмасы 6-ға тең, 9 мен 6-ның айырмасы 3-ге тең. Жұппен жұмыс. Сандарды 6-ға арттыруымыз керек. 2-ге 6-ны қосқанда 8, 1-ге 1 мен 6-ның қосындысы 7-ге тең, 0 мен 6-ның қосындысы 6-ға тең, 4 мен 6-ның қосындысы 10-ға тең, 3 мен 6-ның қосындысы 9-ға тең. Сандарды 6-ға кеміт. 6 мен 6-ның айырмасы 0-ге тең, 9 мен 6-ның айырмасы 3-ге тең, 8 мен 6-ның айырмасы 2-ге тең, 10 мен 6-ның айырмасы 4-ге тең, 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең. Міне балалар, сіздер де осындай қылып шығарды деп ойлаймын. 4-ші тапсырма. Тапсырманы өз бетімен дәптеріне орындайды. Бос орындарға тиісті сандарды қалай болатынын түсіндіреді. 1 мен 6-ның қосындысы 7-ге тең, 2 мен 6-ның қосындысы 8-ге тең, 3 мен 6-ның қосындысы 9-ға тең, 4 мен 6-ның қосындысы 10-ға тең. 10 мен 6-ның айырмасы 4, 9 мен 6-ның айырмасы 3, 8 мен 6-ның айырмасы 2, 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең. Бүгінгі сабақты түсінген болсаңыздар, өздеріңіз қалаған смайликті таңдаңыздар, кері байланыс жасаңыздар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.